Трамп әлем елдеріне мәлімдеме жасады. Ядролық қарудан бас тартайық деп. Ресейдің сүйенер тірегі де сол. Ядролық қарумен қорқыту. Тісінен айырылған арыстан, арыстан емес. Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, осы кезге дейін жасап келе жатқан саяси болжамдарымның тағы біреуі ақиқатқа айналды, шындыққа айналып жатыр құрметті халайық. Тұрақты көрермендерім бұл туралы жақсы біледі. Трамп билік басына келместен бұрын сонау мұнай бағасын түсіруден бастап ОПЕК елдеріне, одан кейін келісімдер, одан кейін Ресей мен Америка құрама штаттарының арасында өте жақсы байланыс орнау, Трамп пен Путиннің әңгімесі, одан кейін олардың бейтарап мемлекетте кездесуі, одан кейін мұнайдың бағасын түсіруге байланысты жалпы әңгімелер, солардың арасындағы әйтеуір. Одан басқа тағы қандай нәрселер бар еді? Одан басқа қару-жарақты 50%-ға дейін азайту. Бұл жоспарлардың барлығының айнақ қатесіз орындалып жатқан көрсетті. Және бұл жолы өте тағы бір саяси болжамның шындыққа айналғанын байқап отырмыз. Бұл қандай? Трамп әлем елдеріне мәлімдеме жасады. Ядролық қарудан бас тартайық деп. Ресейге айтты, ядролық қарудан бас тартайық, бұл керемет болар еді. Және Қытайға да. Қараңыздар, бұл қандай болжам еді? Рет-ретімен келе жатқан болжамдар. Әрине қысқаша түрде айтып өтейін оларды. Біріншіден, Трамп билік басына келместен бұрын болжағандай, мұнай бағасын түсіріңдер, сонда Ресей мен Украинаның арасында соғыс бірден тоқтайды деп. Яғни кеңестер одағы да кезінде осындай экономикалық дағдарысқа тап болған еді. Оны қайталап айтып жатудың керек жоқ деп ойлаймын. Оны өткен жолғы видеоларда айтып жүрдім. Мұнай бағасын құлдырату, бұл орындалды. Мұнай бағасы түсті. Трамп өзі мұнай өндіруді жақсы қолға алып, мұнай, газ, басқа да пайдалы газ болар. Осылайша Ресейдің пайда тауып отырған нәрселеріне қатты кедергі жасады. Экономикалық ауыр соққы. Санкциядан бетер болмаса, бұл одан кем түспейтін нәрсе. Оның үстіне санкцияда жатқан Ресейге енді сол күн көріп отырған мұнай газының бағасын құлдыратуға әрекет жасады Трамптың әрекеті. Және мұнай тиелген танкерлердің, ресейлік танкерлердің Қытай порттарында қалай қабылдамай қойғанын да өздеріңіз жақсы білесіздер. Және Индияның банктері мұнайдың шығу тегіне байланысты сертификаттар талап еткен де білесіздер. Бұл Ресей үшін күтпеген соққы болды деп айтсақ болады. Яғни санкциялардан бөлек бұл Ресей экономикасына үлкен соққы болды дейді. Біріншіден. Екінші бұл Ресей мен Америка құрама штаттарының арасында сол Байденнің кезінде қалай қырғиқабақ болып өтті бұл Москва мен Вашингтонның арасында. Гибридтік соғыс деп айтты кейбіреулер. Мына Ресейдің әскерін талқандауда Американың қару-жарақтары қалай әсер етті, қаражаты қалай әсер етті. Сондай қырғиқабақ болып отырған екі мемлекеттің арасы Трамп қалай билік басына келді, солай жылымы орнады. Бұл Рейганның билік басына келіп, Горбачевпен қалай достық байланыс орнатып, екеуінің арасында өте мықты байланыс орнағанын көрсетті. Үшінші қадам, бұл екі мемлекет өкілдерінің өз мемлекеттеріне, яғни Вашингтонда немесе Москвада қабылдаған жоқ бір-бірлерін. Бейтарап мемлекетте қабылдады. Бұл Женева қаласында өткен болатын кеңестер одағы мен Америка құрама штаттарының арасында. Ал қазіргі кезде Ресей мен Американың арасында бұл келіссөз Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтті, бейтарап мемлекетте. Төртіншісі, бұлардың өкілдері енді жақсы байланыс орнатып, бір-бірімен келісе бастады. Екі мемлекеттің арасында достық байланыс орнағандай болды, жылымы орнады. Бесіншісі, бұл екі мемлекетке де Трамп айтты, қару-жарақты 50%-ға дейін азайтайық деді. Ал Ресейдің экономикасының Американың экономикасын салыстырғанда қандай екені айтпаса да түсінікті. Американың экономикасы оны 100 орап кететіндей. Қару-жарақпен ғана күшін әлемге көрсетіп отырған мемлекеттердің бірі ғой Ресей, Солтүстік Корея деген сияқты. Ал Американың экономикасы бұл әлемдегі номер 1, былайша айтқанда, бірінші неше түрлі жаңалықтар ашылып жатқан экономика. Американың экономикасы. Әлемдік биржаларда Америкада қаншамасы. Әлемдегі миллиардерлер де Америкада. Сөйтіп отырған өзі қару-жарақпен, әскери күш-қуатпен билігін әзер ұстап отырған Путинге 50%-ға дейін қару-жарақты азайту туралы ұсыныс айтқан болатын. Ал Путин бұны қолдады. Осылайша 5-ші қадам орындалды. Енді 6-ші қадам қандай еді? Бұл ядролық қару. Трамп
бірінен кейін бірін орындап келе жатыр. Кеңестер одағы құлдырайтынның алдындағы оқиғаларға тіптен ұқсап кетті. Енді Трамп мәлімдеме жасады, ядролық қарудан бас тартайық деді Ресейге. Ал кезінде 1987 жылы бұлар үлкен келісімге қол қойған болатын. 1987 жылы әлем тарихындағы өте үлкен оқиға болды. Ол қандай оқиға еді? Бұл жаңағы Горбачев пен Рейганның арасында үлкен келісім. Америка мен Кеңестер одағының арасында. Яғни алыс, орта және жақын қашықтыққа ұшатын ракеталарға бойынша келісім жасалды. Бұл холодный войнаның, яғни суық соғыстың ең үлкен өзгерісі деп айтуымызға болады. Кариб дағдарысы, ол кезде бір-біріне қарсы кезеп, үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетудің алдында тұрған болатын, Хрущев пен Кеннедидің тұсында. Міне содан бері бұлар тоқтатқан жоқ қарулануды. Жаппай жарысқа түсті бір-бірімен қару-жарақ жасаудан. Яғни ядерный гонка дейді ғой, жарысқа түсті бір-бірімен қару-жарақ өсіру бойынша. Оны өткен жолғы видеода айтқан болатынмын. Кеңестер одағы тіптен көбейіп кеткен соншалық қару-жараққа бұлар баса мән берді де экономикасы жайына қалды. Қару-жараққа ақшаны құйды миллиардтап. Ал Америка қару-жарақтан жаңағы жасап жатқан сияқты көрінгенімен, бірақ ол экономикасын керемет қылды соның арасында. Қырғиқабақ соғыстың ең мықты жаңағы шырқау шыңдарының бірі бұл Картердің жаңағы Америкада қолбасшы билік басына келеді ғой, Дуайт Эйзенхауэр деген. Соның тұсында өте қатты қырғиқабақ соғыс болған болатын. Екі мемлекеттің арасында, Кеңестер одағы мен Американың арасында өте қатты бір-бірін жұлып жеуге әзір тұрды екі мемлекет. Бірақ әйтеуір соғыс басталып кетпеді. Осылайша 87 жылы Кеңестер одағының құрылғаннан бастап жаңағы әскерге бөлінген қаражат, әскерге бөлінген миллиардтаған жаңағы қаражаты бар, күш-қуат, күш-жігерінің бәрі былайша айтқанда далаға кетті деуге болады. Себебі 1987 жылы бұлар келді, Америкамен бір келісімге келді, бүкіл төккен тер далаға кетті. Бұны неге айтып отырмын? Енді Путиннің осы Трамптың ұсынып отырған нәрсесіне келісе ма, ол 50%-ға дейін жаңағы әскери жаңағы қорғаныс шығындарын 50%-ға дейін азайтуға келіскен болатын. Қолдауға әзір екенін айтқан болатын Путин. Ал енді ядролық қарудан бас тартайық деп отыр. Путиннің осы ұсынысқа келісе де ма, келіспей ма, сол маған қызық болып отыр. Өйткені Путин өзінің қайда келе жатқанын тіпті сезінбейді, білмейді отырған шығар. Трамп үлкен спектакльдің бір бөлімін орындап жатыр қазіргі кезде. Бұлар жайлап ступенька дейді ғой, яғни немен келе жатыр, рет-ретімен келе жатыр, барлығы өте барлығы. Бірақ өткен жол видеода айтқан болатынмын, Трамп тез еткісі келетін адам. Тағы да айтамын, өйткені Трамп жеңісті келесі өзінен кейін келетін президентпен бөліскісі келмейді. Мен мұны айтқан кезде естеріңізде болса, мына Рим-Карфаген соғыстары кезіндегі Сципион Африканский бар ғой, солармен салыстырған болатынмын Трамптың әрекетін. Ол кезде де Ганнибалды кім жеңеді деген кезде жаңағы таласып қалды ғой. Ешкіммен бөліскісі келген жоқ Сципион Африканский. Сол сияқты Трампта басқамен жеңісті бөліскісі келмейді. Өйткені Трамптың қанша жерден Трамп мықты президент болса да, оның президенттік мерзімі бітеді осымен. Конституцияны әрине өзгертеді деп ойламаймын Американың. Конституция сол күйінде қалады. Қанша сенаторлар жаңағы бастама айтқанмен, жаңағы біздегідей конституцияны бірден өзгертіп жібермейді. Ол жақтың конституциясын өзгерту деген енді сонау тәуелсіздік алғалы бері конституциясы тек санаулы рет қана өзгерді. Сондықтан Трамп өзінен кейінгі билікке келетін президентпен өзінің тұсында жасалған жетістіктерді бөліскісі келмейтін адам. Өте жаңағы атақ құмар адам Трамп жалпы. Қызуғанды. Ал Рейган бөлісті. Қанша дегенмен Рейганның тұсында жасалған игіліктердің, Рейганның тұсында жасалған қаншама жетістіктердің өткен Америка мен Кеңестер одағының арасындағы келісім осы Рейганның тұсында жасалған еді. Алайда оның жемісін кім көрді? Оның жемісін Буш көрді. Джордж Буш көрді. Кеңестер одағы Джордж Буштың кезінде құлады. Ал Рейганның бүкіл основасын, фундаментін қалап кетті Рейган. Империя зла деп, яғни жаман, қалай айтады қазақша айтқанда, зұлымдық империясы деп атады ғой, зұлымдық империясы, соған қарсы күрес жүргізді Рейган. Бірақ Кеңестер одағымен жақсы байланыс орнатты соған қарамастан. Ол өте жаңағы публикадағы керемет ойнайтын адам Рейган. Ал Трамп
өзінен кейінгі президентпен өзінің тұсында жасалған жеңісті бөліскісі келмейтін сияқты. Трампта байлық та бар, өйткені ойлап қарайтын болсақ, Трампта миллиардтаған өзінің байлығы да, миллиондаған байлығы, жаңағы осы кезге дейін жеткен жетістігі, кітап та жазды, енді неше түрлі киноға да түсті. Былайша айтқанда, енді Трампқа жалғыз жетпейтіні бүкіл әлемнің тарихында ойып тұрып орнын қалдыратын президент ретінде қалу. Сондай үлкен амбициясы бар адам Трамп. Ал енді мынаны күтейік, біз Трамптың ұсынысына, яғни ядролық қарудан бас тартайық деген ұсынысына Путин келісер ме екен, келіспес пе екен? Егер келісетін болса ше, ал егер келіспейтін болса ше. Егер келісетін болса, Путиннің жасаған үлкен жаңағы саяси қателігі болуы да әбден мүмкін. Әрине, ядролық қарудан бас тарту керек әлем тыныш өмір сүру үшін. Өйткені қасында ядролық қару ұстап отырған мемлекетті отырғанда қалай тыныш ұйықтайсың сен? Ал бірақ Ресейдің сүйенер тірегі де сол ядролық қарумен қорқыту. Неше рет Дума депутаттары ядролық қаруды пайдалануға байланысты ұсыныс айтып, сөйлеген білесіздер. Ал арыстанның қуаты неде? Алып денесінде ма, әлде тісінде ма? Әрине тісінде. Тісінен айырылған арыстан емес. Тек қауқиған денесі ғана қалады. Ал Ресейдің қазіргі қолындағы басты қаруы да сол ядролық қару болып отыр. Алайда Кремль бұған келсе ма, тісінен айырылғысы келе ма өзінің? Әлде бұл кезіндегі жасалған қателіктен сабақ ала ма? Өйткені Кеңестер одағының кезінде Американың үрейі ұшқаны ол шындық. Американың үрейі ұшқаны шындық. Кеңестер одағының тіпті қарулану жөнінен Америкадан асып түсті олар. Звездные войны дейді ғой, сол кездер тіпті космоста шайқасқысы келді бұлар. Қару-жарақты көбейткен сонша. Алайда Америка амалын тауып Кеңестер одағын келісімге әкелді. Сөйтіп қаншама жылдар бойы тек төккен терін далаға жіберді. Ал есесіне Кеңестер одағының шаруашылығы, экономикасы артта қалды да, Америка сол жылдары өзінің экономикасын нығайтты. Құны бір ғана келісім болды, былайша айтқанда. Қаншама жылдар бойы төккен тердің, қару-жарақтың, әскерге бөлінген қаражаттың құны бір ғана келісім болды. Өйткені Кеңестер одағының да басты күші экономика емес, әскери күш қуат болатын. Кеңестер одағы туралы, жеңілмейтін армия туралы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін миф болатын. Алайда ауған соғысындағы ауыр жеңіліс Кеңестер одағы туралы, әскер туралы мифтің күлін көкке ұшырды. Тағы да бір оқиға ол. Ал Украинаға Ресейдің әскер туралы неше түрлі мифтер тарады ғой. Украинамен шайқас Ресей әскер туралы мифтің тасталқанын шығарды. Олардың жасаған мәлімдемесінің күлін көкке ұшырды. Енді бәрінен айтта бірін айт, былайша айтқанда Путин Трамптың ұсынысына келсе ма? Әлде уақыттың еншісіне қалдыра ма? Ядролық қарудан бас тартайық деген. Міне соны ғана күту ғана қалды. Өйткені оның алдындағы жасап келе жатқан бүкіл мәлімдемелер рет-ретімен келе жатыр. Енді ядролық қаруға келіп тіреліп тұр қазіргі кезде. Оған Путин келсе ма, келіспей ма? Соны көрейік. Қалай ойлайсыздар сіздер? Путин бұған келіседі деп ойлайсыздар ма? Бас тартуға ядролық қарудан.